Құрметті курс қатысушылары, қалай баннер жасау керек екенін көрсетемін. Ол үшін Canva деген приложениені тартып аласыздар. Бұл бесплатный, платный да версиясы бар, бірақ біз бесплатныйды қолданамыз. Мұнда қараңыздар, Instagram публикация дегені бар, Instagram сторисқа арналғаны бар. Осының ішінде неше түрлі шаблондар бар. Өзіңізге ұнаған қалағанын алып, осы шаблондарды өз қалауыңызша әрлеп, рекламаға жібере аласыз. Мысалы үшін мен фотоны алдым. Қараңыздан да элементтерін бәрін удалить етуге болады. Қараңыздар, әрбір элементті удалить етіледі, қайтып қойылады. Өте жақсы приложение. Үйреніп алсаңыздар, күшті баннерлер жасауға болады. Мен екеуінде удалить еттім. Сосын жанындағы плюсті басып, мұнда загрузки дегенге кірем, жоғарыда тұр. Сонда өзімнің фотоларым шығады. Загрузить медиа десеңіздер, ол телефоныңыздан өзіңіздің фотоларыңыз немесе товарыңыздың фотоларын шығарып береді. Міне осылай қойдым, бір жанындағы бұрышынан ұстап, үлкейтуге, кішірейтуге және жылжытуға болады. Міне осылай жылжытып қойдым. Сосын текст дегенді басып, кез келген текстінді жазуға болады. Мысалы үшін таргет марафонға жазыл деп жаздым. Осылай жанына қойып, осыны таргетке жіберсем болады. Немесе өздеріңіздің өтімді офферлеріңізді жазып, таргетке жіберуге болады. Сохранить дегенді басып, PNG деген форматта сохранить етіп аласыздар. Ең качествосы жақсы формат. Енді қараңыздар, публикацияға, мысалы үшін сіз постты таргетке жібергіңіз келсе де, осы жерде қараңыз қанша түрлі бесплатный шаблондар бар. Осыларды қолданып, өзіңізге әдемі баннер жасап алсаңыз болады. Мен мысал ретінде көрсетіп жатырмын, өз фантазияңызға қарай жасай бересіздер. Міне мысал үшін мен мына жерде бір сыйлықтың фотосын қоя салайын. Осыдан сосын мына жерге мороженныйдың орнына тағы бір. Міне осылай ауыстыруға болады, сөздердің барлығын ауыстыруға болады. Осылай қойып, мұнда рекламный сөзден жаза бересіздер. Бірақ сөз көп болмау керек, көп болса таргет қабылдамай қояды. Екінші приложение ол Mojo деп аталады. Тоже Play Market'тен App Store'дан тартып алуға болады. Қараңыздар, минимализмде жазылып тұр ғой, осыларды қолданып өздеріңізге видео, яғни таргетке жіберетін видео немесе сторисқа қоюға видеолар жасап алсаңыз болады. Мен мысалы үшін біріншісін қолданайын. Фото қоюға болады немесе видео қоюға болады. Мұна бір фотомды қояйын. Қараңыздар, астында тағы бір плюсик тұр, соны тағы да бассаңыздар, тағы видео немесе фото қоюға болады. Екі фото қойдым. Енді мұнда четкінің сурет тұр, соны басамызда шрифті өзгертуге, түсін ауыстыруға болады. Неше түрлі шрифттар таңдауға болады. Мысалы үшін қош келдіңіз деп жаза салайын. Немесе бір өзіңіздің қалаған сөзіңізді жазасыз ғой. Сосын оны үлкейтуге, кішірейтуге, түсін ауыстыруға, шрифттарын өзгертуге болады. Және Mojo'ның ең жақсы жері ол музыкада қойылады. Мысалы үшін музыканы бассам, мұнда өзінің музыкалары бар, соларды қойып алсаңыз болады. Готово деп сохранить етіп аласыз. Сосын сторисіңізге қоюға болады. Стористен кейін таргетке жіберсеңіз болады, немесе ADS менеджермен сразу таргетке жібере беруге болады. Бұл жерде Pro деп тұрғандары, олар платный версиялары. Оларды қолданбай, тегін версияларын қолдана берсеңіз болады.